Үйге таласқан туған бауырлар. Бұл шаңырақ Орынкүл апайға өзінің анасынан қалған еді. Анасы марқұм өзінің ескінің адамдары бір жолдасынан айырылса, екіншіге тұрмысқа шығып, яғни бала шағасын бағып қағып асырау үшін осылай тұрмысқа шығып жүре берген ата-апаларымыз. Дәл солай Орынкүл апайдың анасы да ең бірінші шыққан жолдасынан айырылысып, келесі бір кісіге тұрмысқа шығады. Бұл сол кісіден қалған шаңырақ болатын. Ол атай аяқ киім жөндеумен айналысып, сол ауылдың беделді азаматы болатын. Аяқ киімге деген шеберлігі, кез келген адамға аяқ киімді былғарыдан, қолдан оңай жасап бере алатын қабілеті бар. Барша ауыл тұрғындары бұл кісіні қатты сыйлайтын, жақсы көретін, әрі де кез келген ортада сыйлы болатын бұл кісі. Орынкүл апайдың анасы осы кісіге тұрмысқа шыққан. Тұрмысқа шығып, осы шаңырақта сол Елубай атамыздан Орынкүл апайдан кейін бір ұл дүниеге келеді. Орынкүл апайдың анасы Әсия апамыз бір қызы, осы Орынкүл деген кісі, бұдан кейін бір ұл, бірінші жолдасынан, ал екінші атайдан үшінші ұлын жарық дүниеге алып келеді. Екінші ұлы Әсия апайдың өзімен өзі бөлек, өзі тіршілігін өзі дөңгелетіп, өз жағдайын өзі жасап, аяқтан тұрып кеткен болатын. Ал Орынкүл апайдың тұрмысқа шыққан жағы кішкене жұпынылау болғандықтан болар, пәтерден пәтерге, малдан малға шығып, тек мал шаруашылығымен қыстауда, жайлауда жүретін. Дәл солай өздерінің жағдайын жасап, үйлі болмаған. Ал Әсия апайдың кенже ұлы өзінің жағдайын жасап, бөлек кетіп, кішкентай болса да, керемет зәулім үй соғып, сол үйді дөңгелетіп, барлығы өздерімен өздері болып кеткен. Әсия апайдың екі ұлы да, бір қызы Орынкүл апай да, бірнеше балалы шағалы, тағдырдың әрбір қиындығын көрсе де, отбасыларын шайқалтпай асырап келе жатты. Әсия апай дүниеден өтетін шағында қызына: "Қызым, бұл үй сенікі. Шал кетті, енді бұл үйді өзіңе ал. Сенің шектей бала шағаңмен барар жер басар тауың жоқ. Жолдасыңның да жұмысы жоқ. Ана екі бауырыңның шаңырақтары бар. Олардың балалары сенікіндей көп емес. Қайтсе де өздері бір амалдайды. Сен бұл үйден айырылып қама. Біздің көзіміздей қара" деп Әсия апай қызы Орынкүлге жақсылап бұл үйді табыстайды. Бұл кісі өзі өсиеттеп отырғаннан кейін Орынкүл апай да, оның жолдасы да, бала шағалары да бұл үйді келіп тартып аладау, бір күні біз үйсіз қаламыз-ау деген ой ешқашан да кірмеген. Барлығы ескінің адамы, құжат дегенге сауатсыздау, яғни бұл үйді ешкім өзінің атына рәсімдеп алмаған. Солай жылдар өтеді. Әсия апай да өзі шалы кеткеннен кейін бірнеше жылдан кейін көз жұмып қайтыс болады. Әсия апайдың кенже ұлы пысық, әрі мінездеді. "Анамды ұлы тұрған кезде қыздың үйінен шығармаймын. Жаназасын өзімнің үйімнен шығарамын" деп өзінің үйінен шығаратын болады. Орынкүл апай болса, бар үйдегі ыдыстарды, бар үйдегі қандай дүние бар, барлығын сол үйге алып барады. Себебі су құятында ыдыс жетпейді, үстелде жетпейді, отыратын орындықта жетпейді деген оймен барлығын апарып сол үйге тапсырады. Анасын жерлеп болғаны болып, ата-анасына Құранын оқытып, Құдай тамақтарын беріп болғаннан кейін, Орынкүл анамыз: "Мен мына дүниелерді енді қайтадан алып кетейін. Мына ыдыстар өзімізге керек" дей берген кезде, ең кенже інісі: "Бұл ыдыстардың, бұл дүниенің менің үйімде қалады. Ешкім ешқандай зат алмайды. Тіпті бір қасықты да алып шықпайсыңдар" деп туған әкпесі Орынкүл апайды үйден қуып шығады. Орынкүл апайдың 6 ұл, бір қызы бар еді.
Кенже қызы қатты жылап, шошынып, уайымдап, барлығы үйлеріне қайтады. Анамның топырағы кеппей жатып, бауырымның бұл жасағаны не деп Орынкүл апай қатты ауырып қалады. Мейлі ыдысы бар болсын, маған сол ыдыстарды, үстелдерді керек емес. Бір мәнісі болар. Денсаулығым керек деп Орынкүл апай бәрін ұмытуға тырысады. Бауыр емес пе? Ешқашан ешкімге ренжіген емес. Қашан келсе де есігін ашып қарсы алатын. Және үнемі іздеп барып тұратын бауырларын. Бауыры да, келіні де Орынкүл апайды жақтыра бермейтін. Орынкүл апайдың басқа да туысқан бауырлары бар болатын. Барлығымен жақсы қарым-қатынаста болғысы келеді. Үйлеріне жиірек іздеп барады. Амандасып, араласқысы келеді. Бірақ Орынкүл апайда денсаулығы жоқ болғанына ма, жағдайлары жоқ болғанына ма, әйтеуір ешкім менсіне бермейді. Ана кісі келді дегендей барлығы жиырылып қалатын. Мұны Орынкүл апайдың қызы қатты сезетін. Анамды неге жақтырмайды екен? Менің анам ешкімге ештеңе демейді ғой деп кішкентай қызы түсінбей қасында еріп жүре беретін. Орынкүл апайға зекіп ұрсатындар көп еді. Не үшін ұрсады сонда? Не мақсатпен ұрсады? Оны ешкім де білмейді. Адамдардың өркек көкіректігі болар. Орынкүл апайды басынатын көбісі. Денсаулығы шынымен жоқ кісі еді. Қазір жасаған дүниесін ертең ұмытып қалатын. Бұны Орынкүл апайдың анасы былай айтатын. Өте керемет сұлу келіншек болған. Акробатпен айналысып, керемет өнер көрсететін. Мінезі қандай жайдар, сөйлескен адамын баурап алатын. Осы мінезімен керемет жерге, бай жерге бармаса да, өзіне лайықты жолдасына тұрмысқа шығып, 7 баланы дүниеге алып келді. Мұның барлығы артынан сөз боп беріп, көзде, сөзде тиіп ауырып қалды деп айтып отыратын. Шынымен медициналық ауруға жатпайды. Басқа бір ауру. Себебі жақсы отырып, аяқ астынан болған жайттың барлығын ұмытып, кейде жылап, кейде шамадан тыс қуанып кететін. Шынымен көз тисе, көз тиген болар деп бала шағасы солай топшылайтын. Жағдайдың жоқтығынан Орынкүл апайдың ешқандай баласы үйленбеген. Кішкентай кенже қызы мектепте оқиды. Әйтеуір өлместің күнін көріп олар өмір сүріп жатты. Орынкүл апайдың мінезінің кереметтілігі, сөйлескен адамның жанына тыныштық сыйлайтыны барлығы керемет еді. Солай жылдар өтіп жатты. Орынкүл апайдың 1-2 баласы үйленді. Қызы да бой жетіп келеді. Қасында еріп жүретін кішкентай қызы да демінде 9-шы сынып болып қалды. 9-шы сынып оқиды. Балалары өлместің қамын жасап, өз беттерінше тіршілік жасап жүреді. Бір күні түс мезгілінде Орынкүл апайдың кенже інісінің әйелі келді. Келіні келіп терезені қағып үйге кірді. Сондай ашулы, қаһарлы. Дөрекі сөзбен үйді босатыңдар, бұл үй бізге тиесілі. Әне-міне босатат десек, босататын түрлерің жоқ. Дереу үйімізді босатыңдар, өзімізге қайтарыңыздар. Біздің де бала шағамыз бар деп. Орынкүл апайдың келіні құдды бір осы үйді өзі соғып, немесе өзі сатып алғандай, керемет бір тонмен Орынкүл апайға қатты айғайлап кетті. Орынкүл апай барынша сабырлықпен түсінуге тырысты. Орынкүл апайдың бірнеше жыл бұрын жолдасы қайтыс болып кеткен. Соған қарамастан адамдардың қатыгездігі, денсаулығы жоқ, жалғыз басты ана, жағдайлары да жоқ. Ең болмаса туған бауырым осы жағдайды түсініп, үйімізді босат демей қойса болады ғой. Ертең менің көзім кетсе, бұл үй өзіне беріледі. Бұл үйде ешқайсыңның тұрмастарың анық. Барлықтарың бір-бір үй болып кетесіңдер. Бұл үй соған беріледі ғой деп, Орынкүл апай үш құса болып қызына, балаларына айтып қоятын арасында.
Дәл осылай үйге келгіштеп, үйді босатыңдар деп қоқан-лоққы көрсету жан-жақтан күшейіп кетті. Бұл әңгіме бүткіл ауылға естілді. Орынкүл апайды үйінен қуып жатыр екен. Орынкүл апайға өзінің інісі тыныштық бермей жатыр екен деген сыпсың әңгімелер жиілеп кетті. Шынымен де Орынкүл апайға інісі де, келіні де және інісінің қыздары да тыныштық бермейтін болды. Жиі келіп кетті, айғай-шу көтереді, үйді қиратып кетеді, үйді босатыңдар деп. Осының барлығын Орынкүл апай көтере алмай қатты сырқаттанып қалды. Төсек сартып, жиі жансақтау бөліміне түсіп жүрді. Қаражаттың жоқтығынан ауылдың дәрігерлері Орынкүл апайға дұрыс қарамайтын. Өлейін деп хал үстінде жатқан кезде жансақтау бөліміне алып, ертесі қайта шығарып тастайтын. Орынкүл апайдың артынан іздеп баратын бір жапырақ қызы ғана, басқа ешкім жоқ. Ұлдар күн көрістің қамымен сыртта жүреді. Қасында шырылдап Орынкүл апайдың қызы ғана. Ешкім Орынкүл апайды жағдайыңыз қалай деп ешбір дәрігер сұрап, өзінің қарауын алмаған еді. Егер де Орынкүл апайды дұрыс бақылауға алып, дұрыс қарайтын болса, жансақтау бөліміне түсіп, төсек тартып жатып қалмас еді. Әрине, бұл нәрсе балаларының жанына қатты батқаны анық. Солай күндер өте берді. Орынкүл апайдың жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Үйімізді босатыңдар деп есікті қаққылау өдеп барады. Орынкүл апайдың балалары, анашым, бұлар біздің үйді өртеп жіберіп мей тұрған кезде бөлек кетейік деді, үйлерін босатып берейік деді. Себебі Орынкүл апайдың балаларын көшеде кездестіріп қалып, Орынкүл апайдың інісі қатты соққыға да жығатын. Орынкүл апайдың балалары қатты тәрбиелілігі ма, саналылығы ма, ұрып жатса да аналарының інісіне қол көтерген емес. Қол көтере қалса, сол күні арыз жазып соттатып жіберер анық еді. Өйткені ыза деген, ашу деген көзді байлап тұрған еді ол кісінің. Бұның бәрін сезіп біліп тұрған Орынкүл апайдың балалары қанша мұрындарын сындырып, тістерін сындырғанша ұрып жатса да, кері қол көтерген емес. Орындарынан тұрып, жыртылған жейделерін жерден көтеріп, бет-аузын қанын сүртіп үйлеріне кете беретін. Бұл нәрсе жиі үдеп кетті. Бір күні Орынкүл апай осы аптада пәтер тауып, көшек балаларым деп отқанда, сотқа шақырту келді. Енді бұл Орынкүл апайдың інісінің тарапынан көрсетілген ең сорақ іс еді. Өздері де үйді босатамыз ғой деп отқанда сотқа шақырып, денсаулығы жоқ әкпесін сотқа сүйреу бұл надандықтың надандығы еді. Орынкүл апай төсек тартып жатса да сүйретіле тұрып, екінші ұлымен сотқа барды. Сотқа барған кезде барлық туыстарын Орынкүл апайдың інісі өзі жинап алған екен. Бір күн бұрын шақырып, қонақ қылып күтіп, еттерін асып, сыйларын беріп, менің сөзімді сөйлейсіңдер, үй маған тиесілі деп айтыңдар сотта деп, барлығының аузын байлап қойған екен. Орынкүл апай ешкімге бұндай жағымпазданудан аулақ еді. Өз денсаулығымен әлек болып кеткен. Сол кезде сот мырзаға Орынкүл апайдың айтқаны: құрметті сот мырза, төрімнен көрім жақын болып отыр. Өмірде болып жатқан ауыртпалықтарды көтере алар емеспін. Көп замай о дүниеге аттанамын. Бірақ о дүниеге аттанғанымша бұл үйден бауырым қуып шыққанын сезбей қояйын. Шамалы уақыт беріңіздер деген кезде Орынкүл апайдың інісі орнынан атып тұрып: жоқ, заң бойынша бұл үй маған тиесілі. Дереу қайтарасыңдар, қайтармасаңдар үйімді сыртынан өртеймін деп, Орынкүл апайдың балалары топшылаған ойды олар анық айтты. Орынкүл апай жағасын ұстап, жылап, жүрегі ауырып, іші шаншып үйге келді. Сол сәттен бастап пәтер іздеді.
Біреудің аядай ғана есік алдындағы времянкасын жалдап, сол үйге барлығы көшіп кетті. Орынкүл апайдың кенже ұлы бір ауылда тұратын. Әйелі бір ұлы бар. Бірақ Орынкүл апайды келіні де жақтырмайтын. Туған келіні бола тұра, пәтерді табуын тапты ғой, ішін жуып шайып орналастырғанша, келіннің үйіне барып қонайын деп есікті қаққан кезде келіні есікті ашпай қойды. Әрине, бұның барлығы үш құса қылғаны анық. Осының барлығын қашанғы көтерер екенмін, соңы қалай болар екен деп қатты ызаланды Орынкүл апай. Бұның барлығын көріп жүрген Орынкүл апайдың қызы да жүрегі тілім-тілім. Ешкімге, ешқандай туысқа сенуге болмайтынын, адам тек өзіне сену керек екен деген ойды түйіп жүретін еді. Жарайды, келіні кіргізбесе де, Орынкүл апай өздері жалдаған кішкентай 2 бөлмелі пәтерлеріне барды. Қайта сол пәтерді беріп отқан үйдің иесі жақсы екен. Шайға шақырып, жақын әңгімеге тартып, бөлмелерін ұсынды. Орынкүл апай сол жерде тұрып жатты. 1 жыл өтті. Орынкүл апайдың жағдайы тым нашарлап кеткен. Орынкүл апайдың қызы, қасында еріп жүретін кішкентай қызы, мектеп бітіріп оқуға түсті. Мектеп бітіргелі отырған бой жеткенге өздерінің үйінен айырылып қалу әрине ауыр тиді. Ұялды. Орынкүл апайдың қызы ұялғаны соншалық мектеп бітіру кешіне барған жоқ. Сонда құлағалы тұрған кішкентай 4 бөлмелі үйге жабысқан Орынкүл апайдың інісі қанша тағдырдың талқанын шығарғанын сезбеген де еді. Бой жетіп тұрған қыздың да, әкпесінің де, бауырларының да, бұның барлығы өте ауыр жағдай. Мейлі, барлығы өтті, кетті. Орынкүл апайдың қызы 1-ші курс оқу үшін Алматы қаласына кетті. Алланың қалауымен грантқа оқуға түсті. Орынкүл апай жақтырмаса да, жақтырса да, келіннің қолына барды. Әрине, келіні сүтпен шай беріп баптап отырған жоқ. Мейлі, әйтеуір басымда шаңырақ бар ғой. Өлсем өлігім шығатын жер бар деп, өзін барынша сабырға шақыратын. Қызы аман есен оқуға түскенін көрген анасы көп замай көз жұмды. Орынкүл апай осыншама азапты, бауырларының сатқындығын, келіндерінің көрсеткен қорлығын барынша шыдап, төсіп, ол өмірге барлығын алып кетті. Осылай бірнеше жыл өтті. Орынкүл апайдың інісі тартып алған үйін сатпақ болған екен. Ешкім сатып алмады. Ешкім сатып алмағаннан кейін ол үйді пәтерге берді. Адамдар жалдап тұрсын деп. Онда да дені дұрыс адамдар ол үйді біз үй қып тұрайық деп ешкім алған жоқ. Себебі аядай ғана ауылда бұл үйдің қандай жағдаймен тартып алынғандығын барлығы біледі. Яғни бұл үйдің киесі бар екенін де біледі. Себебі көз жасын боздатып тартып алған үй ғой. Орынкүл апайдың інісі бұл үйді жалға беремін деген жарнамасы айғайлап тұрды. Бір күні бұл үйді жалдап алатын болып бір отбасы келді. Бұл отбасы бұл ауылдың тұрғындары емес еді, басқа ауылдан келген адамдар. 1 ай тұрып, 2 ай тұрып, 2 ай деген кезде бұл үйде аса қатты жанжал шығып, күйеу баласы енесі мен өзінің әйелін атып өлтіреді бұл шаңырақта. Бұл жаңалық бүткіл ауылды дүр еткізді. Одан кейін ол кісілердің жаназасы шығып, қайтадан бұл үйді жалға беремін деген жарнама берді. Тағы да бір анасы мен бір қызы екеуі ғана бұл үйді жалдап тұратын болады. Бірнеше уақыт өткен кезде бұл үйден жаңағы қыздың анасының өлігі шығады. Сонда бұл ауылдың топшылағандары бұл үйдің шынымен де киесі бар екенін, бұл үйде Орынкүл апайдың көз жасы қалғандығын барлығы білді.
содан бұл үйді сатамын деген жарнама қояды. Орынкүл апайдың інісі бұл үйді сата алмағаннан кейін бір адам тракторға айырбастаймын дейді. Ойлаңызшы, қаншама адамды жылатып, тартып алған үйі жай ғана тракторға айырбасталды. Сонда ауылдың тұрғындары Орынкүл апайдың інісінің бетіне барып, трактормен кетіп бара жатырып аударылып өлме. Себебі шынымен де қаншама адамның көз жасы мойныңда тұр деп бетіне басып айтатын болды. Орынкүл апайдың жаназасына да келді. Мен осындай тірлік жасадым-ау деген ұяты да, ішінде бір қылп ететін сезімі де оянбаған ол кісінің. Бәлкім өзінікін дұрыс деп жүрген болар. Барлығын Алла өзі саралайды ғой. Бұл шынайы оқиға желісімен айтылып отырған әңгіме. Бір-бірімізге деген бауырмалдығымызды ұмытпайық. Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің бауырыңызды барынша сыйласып өткенге еш нәрсе жетпейді.